Жаңашыл ұстаз заман талабы. Теориялық білімін тәжірибе жүзінде іске асыра алатын, жауапкершілігі жоғары, ізденімпаз жеке тұлға болуы тиіс. Сәлеметсіздер ме, әділ қазылар алқасы мен әріптестер. Мен Оспанова Жанерке Амангелдіқызы, Ер Қабанбай орта мектеп бақшасының химия пәні мұғалімімін. 2015 жылы Сакен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің химия мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алдым, ал 2021 жылы магистратурасын бітірдім. 2022 жылдан бастап осы мектеп қабырғасында қызмет етіп келемін. Жалпы педагогикалық еңбек өтілім 3 жыл. Білекті бірді шығар, білімді мыңды шығар дегендей, 21 ғасыр мықты мамандар ғасыры. Жақсы маман болу үшін ең алдымен терең білім, еңбек, ізденімпаздық, жауапкершілік, қойған мақсатына жетуге деген өз күшіне сенімділік қажет. Менің мақсатым бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу, олардың бойына отансүйгіштік сезімдерін ұялату, баланың тұлғалық дамуына қолайлы жағдайлар туғызу, оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру, оқушылардың сұраныстарын қанағаттандыру, олардың жауапкершілікті сезінуіне, жетістіктерге ұмтылуына ықпал ету. Бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін ізденімпаздығымды арттырып, талмай-талаптанып еңбек етуім керек екенін түсіндім. Ұстаздық ұстанымым: мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі. Ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақыл дәні сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесі. Менің жұмысымдағы ең маңыздысы оқудан, үйренуден жалықпау. Мен әрқашан білімімді әртүрлі семинар, тағылымдамадан өту арқылы, сонымен қатар білікті отандық және шетел ғалымдарының сабақтарына қатысу арқылы толықтырып отырамын. Оқушыларының әртүрлі байқауларға, олимпиадаларға, жобаларға қатысып, жүлделі орын алуы мені әрдайым қуантады. Егер өн бойына, өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілігін жинақтаса, ол нағыз ұстаз. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Данышпан Абай айтқандай, ерінбей, жалықпай еткен еңбегінің арқасында шәкірттерінің жүрегіне жол таба білген мұғалім ғана нағыз ұстаз бола алады. Ұстаздың жүрегіндегі лаулаған жылулығы әр шәкірттің бойына нұр құятын киелі күш.